Бұрынғы өткен заманда бір бай болыпты. Оның бәйбішесінен бір қыз, ал тоқалынан бір ұл, бір қызы бар екен. Күндердің бір күнінде ұл мен қыздардың анасы ауырып, бұ дүниеден өтеді. Енді бәйбішесі тоқалдан туған балаларына күн көрсетпейді. Бір күні бәйбіше әлгі екі жетімді жерден алып, жерге салып ұрсады. Барыңдар, қой жайып келіңдер деп аштан-аш айдалаға қуып жібереді. Бала мен қыз жылай-жылай қойдың соңынан кете барады. Бір қара қошқар боздап жүрген балалардың қасына жақындап, «Неге жылап отырсыңдар?» деп сұрайды. Бала мен қыз көрген қорлықтарын айтады. Мұны естіген қошқар: «Менің басымнан бір тал жүнді алып жерге тастаңдар, сонда сендерге тамақ дайын болады» дейді. Бала қошқардың басындағы жүннің бір талын алып жерге тастайды. Сол-ақ екен, дастархан жайылып, неше түрлі тағамдар дайын болады. Екеуі алаңсыз отырып, жеп тойып алады. «Рахмет, қайырымды қошқар» дейді бала. Сонда қошқар айтады: «Күн сайын менің басымнан бір талшық жүнді алып, жерге тастасаңдар, аш болмайсыңдар». Бала мен қыз қатты қуанады. Бәйбіше екеуінің аш-жалаңаш жүрсе де, жүдеп жадамағанын көріп, таң қалады. Бұларға тамақ беріп, асырап жүрген біреу бар деп ойлап аңдиды. Бәрін көрген бәйбіше күйеуіне: «Мен өліп барамын. Қара қошқарды сойып, терісіне сал, етін асып, сорпаға тойғыз, өйтпесең өлемін» дейді зарлап. Күйеуі әйелінің айтқанын істеп, қара қошқарды соймақ болады. Қошқарды ұстап әкелуге баланы жұмсайды. Бала ботадай боздап қошқардың қасына келеді. «Достым, сені сойғалы жатыр, қайтсем құтқарамын» деп сұрайды бала қошқардан. Сонда қошқар баланы жұбатып, былай деп ақыл айтады: «Мал адам баласының жеуі үшін жаралған, амал жоқ. Сондықтан етімді жегеннен кейін итке тастамай сүйегімді жинап ал да бір жерге апарып көміп таста. Тарыққан кездеріңде көмбені ашып, не сұрасаңдар бәрі де әзір болады». Сонымен қара қошқар сойылады, бәйбіше терісіне оранады, одан кейін еті желінеді. Қара қошқардың етінен ауыз тигізбеген соң, тоқалдан туған қыз: «Бізге бір жапырақ ет бермедіңдер ғой, тым құрса сүйегін беріңдерші» дейді әкесіне. Әкесі баласы мен қызына қара қошқардың сүйегін жинап береді. Бұлар сүйекті кемірген болып отырады да, арттарынан бір төбенің астына апарып көміп тастайды. Сонымен бәйбіше ауруынан жазылған болады. Балалар қой жайып жүре береді. Бірде бәйбіше жетім қызға: «Босқа тентірей берме, қой жаюға мына жүндерді ала бар да, бүгіннен қалдырмай иіріп әкел» деп бір қап жүнді арқалатып жібереді. «Ойпырмай, бір күнде мұнша жүнді қалай иіріп бітіремін» деп жылай бастайды. Өріске барғаннан кейін қыз. Сонда бір ала сиыр бұлардың қасына келеді. «Байғұсым-ай, жылама» деп мүсіркейді. «Жүнді маған бер, иіріп берейін». Қыз орнынан ұшып тұрып, жүнді ала сиырдың алдына үйіп қояды. Сол кезде құйын тұрып, сиырдың алдындағы бір талай жүнді ұшырып әкетеді. Сол жүн ұшқан қалпы бір үйдің төбесіне барып түседі. Қыз оны алмақ болып тырысады, бірақ төбеге шыға алмайды. Енді ол не істерін білмей бақырып жылайды. Қыздың жылаған дауысын естіп, үйдің ішінен бір кемпір шығады. «Қарағым, неге жылап тұрсың?» деп сұрайды. Қыз өзінің хал жағдайын айтады. Кемпір: «Балам, жылама, менің басымды қарап жібер, содан кейін төбедегі жүніңді өзім алып беремін» деп аялап жұбатады. «Жарайды шеше» дейді де қыз кемпірдің үйіне кіріп басын қарай бастайды. Қараса, кемпірдің шаштарының арасында неше түрлі тағамдар бар екен. Қыз бірде біреуіне тимейді. «Болды балам, рахмет, судай сұлу бол» деп кемпір батасын беріп, төбедегі жүнді алып
қолына ұстатады. Сол-ақ екен, қыз тамаша сұлу аруға айналады. Ол жүнді алып сиырдың алдына келеді. Інісі ала сиырдың аузынан иірілген жіпті суырып алып отыр екен. Ол әпкесін көріп таң қалады. Қыз бауырына көргені мен білгенінің бәрін айтады. Сөйтіп қыз иірілген жіпті шешесіне апарып береді. Ол қыздың сұлуланып кеткендігін қарап таң тамаша болады. Қыз кемпірден бата алып сондай болғанын баяндап береді. Ертеңінде бәйбіше өзінің туған қызына бір қап жүн арқалатып өріске жібереді. Ол өріске барып жүнді иіре алмай әбден әбігерге түседі. Бір уақытта құйын тұрып қыздың жүнін ұшырып әкетеді. Айдаладағы үйдің төбесіне түскен жүнді ала алмай жылап бастағанда кемпір үйден шығады. Балам, басымды қарап жібер, дейді де кемпір жұбатып, жүніңді кейін өзім алып беремін. Қыз кемпірдің үйіне кіріп басын қарай бастайды. Ол сондағы алуан түрлі тамақтарды көріп шыдай алмай жеп алады. Маңдайыңа мүйіз шықсын, мешкей, саған жүн жоқ, бара бер жөніне, деп кемпір ашуланады. Сол-ақ екен, қыздың шекесіне 2 мүйіз шыға келеді. Қыз өкіре жылап үйіне қайтады. Әке-шешесі қызын көргенде естерінен танып құлап қалады. Содан жар салып бақсы балгерлерді шақырып, қыздың маңдайындағы мүйізін алдыра алмай әуре сарсаңға түседі. Бір күні сол елдің патшасы кімде-кімнің аяғындағы кебісі қызымның аяғына дәл келсе, сол жігітке қызымды беремін. Кімде-кімнің кебісі ұлымның аяғына дәл келсе, сол қызымды ұлыма қосамын, деп еліне жар салады. Содан кейін жұрттың бәрі патшаның ордасына ағылады. Бәйбіше маңдайындағы мүйізі түскен қызына сәнді кебіс кигізеді. Тоқалдан туған ұл мен қызға сендер біз келгенше араласып кеткен тары мен күрішті айырып тазалап қойыңдар, деп өздері патша сарайына беттейді. Әпкесі мен інісі қаптағы күріш пен тарыны айыра алмай отырған кезде бір ақ тауық келіп ақыл айтыпты. Сендер анадағы өздеріңнің көмген қара қошқардың сүйегі жатқан жерді қазыңдар. Сол арадан әр түрлі киім-кешек табылады. Соларды киіп патша сарайына барыңдар. Ағайынды ұл мен қызды тауықтың айтқандарын орындайды. Қошқардың сүйегін қазып алған сәтте üzerінде неше түрлі киімдері бар бір ақ боз ат пен бір көк боз ат пайда бола кетеді. Енді олар киімдерін киіп, ұл ақ боз атқа, қыз көк боз атқа мінеді де патша сарайына келеді. Патша қызға, қызым, ұлымның мына кебісін киіп көрші, дейді. Одан соң қыздың інісіне қызының кебісін кигізеді. Одан соң қыздың інісіне қызының кебісін кигізеді. Балалардың аяқ киімдері қыз бен оның інісіне құйып қойғандай дәл келеді. Сөйтіп патша қызын әлгі сұлу арудың інісіне қосады да ұлына арудың өзін алып береді. Осылайша жетім бауырлар бар қиындықтан құтылып, патша сарайында бақытты күн кешіпті.